Құрметті құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь мейлерін баста кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Алаяқ 92 жастағы зейнеткердің 600 мың теңгесін алып кеткен, ақшасын жұмсап жіберген. Ақтөбеде алаяқ 92 жастағы ақсақалды алдап, қомақты қаражатты алып кетті деп хабарлайды Turkistan.kz порталы. Алаяқ келіншек өзін әлеуметтік қызметкер ретінде таныстырып, ескі купюралардың жаңасы шығып жатқанын, ақшаны айырбастау керегін айтқан. Әйелдің сөзіне сенген қария 600 мың теңгеден астам ақша оның қолынан ұстатқан. Содан кейін ғана өзінің алаяқтық құрбаны болғанын түсініп полицияға жүгінген. Күдікті әйел Алматы облысының тұрғыны болып шықты. Ол полиция бөлмешесінде жеткізілді. Тергеу барысында тағы бір алаяқ әрекетін мойындаған, ал ақшаны өз қаражатына қажетіне жұмсақ жіберген. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.